Ассалаумағалейкум достар, армысыз қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Саша. Ассалаумағалейкум. Біз екеуміз не кетіп бара жатырмыз? Жетісайға. Саша үйіне барады, мен өзім ауылыма барам. Құдай қаласа біздің есіктің алдында үлкен канал бар. Сол жерден поплавочный қармақ қой, майда балықтар аулап көретін боламыз. Енді шардарадан үлкен балықтар жоқ өрде. Үлкен бір алақандай балықтардың өзі трофей болып саналады біздің ауылда. Жақсы достар, аман болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Да, Саш. Осындай машинамен шығып жатырмыз. Адам басы 2,5 теңгеден екен. Саша екеуміз. Ассалаумағалейкум достар, армысыз қазақ елі. Келдік ауылға. Әнімді Мұхаммед. YouTube арнамызға жолдама жасап қой дейміз. Ассалаумағалейкум. Шылаужынға жатырмыз үйдің қасында. Баяғыда көп еді, қазір азайып қалыпты. Бәрі жерді қазып бітсін шабырды. Шылаужын қазып аяқ, сосын балыққа шығатын боламыз. Ассалаумағалейкум, келдік біз Мұхаммед екеуміз. Судың жағасында отырмыз. Первый улов наши. Надо отпускать это маленький. Қалай кеттің ғой? Видео түсіріп аққаным. Ойда жоқ та. Ай, машалла, керемет, керемет. Жібере саламыз бұны. Ма, Димаш, тас. Жаға деген ғой Димаш балықтар. Қазір келеді сазандар, же карастың балалар ғой. Жібере салайық. Бірақ алақандай болса аламыз, я? Алақандай болса біздің трофей болды біздің каналға. Ол бізде үлкен болады ғой, дұрыс. Шардар емес қой бұл? Обычный каналға. Киров канал. Бисмилля. Айбай, бүкіл сезон қызады ғой, су түскен кезде ше. Кетеді ғой. Ассалаумағалейкум достар, міне ұстадық бірінші улов. Ауылдан ұстап алсын, каналдан. Әжептәуір жүгерге түсті. Ассалаумағалейкум ағайындар, сіздер балықты шардардан ұстап жүрсіздер, біз ауылдан. Бұлай каналда шығарып отырып қой сондайларды. Базар жүрі. Жүріккіз Димаш. Ассалаумағалейкум ағайындар, міне трофейім шықты біздің. Машалла, каналдан. Димаш екенсіз қырып отыр. Әй, тұрардың ауылы. Димаштың ауылы. Шар. Міне саудық есін ішіп кетті, аяғымыз балық қашқында қолы. Міне бір карасымыз бар, атак. Зор контент болды ғой. Қайбақ қоқпайық. Бүгінгі уловты көрсетейік. Мынау небәрі 4,5 теңгелік қармақ қой достар. Әнеме бер жеген шаршат жүрді. Катышқасын бір жағын жоғалып болған. Так, ұстаған балықтарымыз. Әне. Әне. Сазанымыз. Сым кетеді, үйтіп кетеді деген әңгімені қойыңыздар. Одан да іске көшіңіздер. Обычный поплавочный қармақ қойыңыздар. Қауып отыр. Қармағымда кетіп тұрады. Әдемі осы. Жеп қойыпты. В общем, майда балықта шығып жатыр, үлкен балықта шығып жатыр. Сосын арасынан анайлар да шыққан жатыр. Мысыққа берсілем, мысығым аш болды. Мысыққа берсілем. Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі ауылдағы балығымыз осылай бітті. 4,5 теңгелік қаламақпен 6 теңгелік наборымыз, крокодиліміз. Және бүгінгі ұстаған уловтарымыз қайттық. Осында бір каналда ұстадық бүгін. Шылаушынмен және сары собық жүгері бар ғой. Сонымен ұстадық. Жақсы достар, аман болыңыздар. TikTok парақшамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі ұстаған уловтарымыз.